Келесі нөмірі 8-ші тапсырма. Осындай теңдеумен берілген тербеліс. Енді жүктің жылдамдық амплитудасын тап дейді. Жылдамдық амплитудасын тап десе, v максты сұрап жатыр. Ол бізде оқушылар x макс пен омеганың көбейтіндісі. Бітті, осы формула бойынша жұмыс жасай беріңіздер оқушылар. Яғни мына 0,5 пен мына 3 деген санның көбейтіндісі әшейін. 0,5-ті 3-ке көбейтсек, шығады бізде оқушылар 1,5 метр секунд. 1,5 метр секунд деген д нұсқасында тұр екен. Кеттік. Так, мына жерде де жылдамдықтың максимумын сұраған. Оның формуласы жаңағы x макс көбейтілген омега. X макс бар ма? Амплитудасы деп тұр, мінекей 5 см деген 0,05 метр, немесе 5 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр. Периоды 4 секунд деп берілген. Не үшін берілген? Омеганы табу үшін берілген. Өйткені омега 2π бөлінген т-ға тең ғой. Демек 2π-ді бөлеміз 4-ке. Мына жерде номинал қысқарады. Пи бөлінген 2 қалады деген сөз. 3,14-ті 2-ке бөлеміз. Оқушылар, мына жерде пиді біз 3,14 деп ашамыз. Өйткені бұл синус пи бөлінген 2 болып тұрған жоқ қой. Ол кезде біз оны 180 градус ретінде қарастырамыз. Сол кезде 182-ке бөлеміз 90 градус, 90 градуста 1-ге тең деп қарастырамыз. Яғни мына жерде оқушылар пи жай әшейін сан ретінде тұр ше, пи бөлінген 2 деп. 3,14-ті 2-ке бөлсек 1,57 шығады деген сөз. Демек оқушылар v максты табамыз мына жерге. X макс бізде 5 көбейтілген 10-2, омега дегеніміз бізде 1,57, екеуін көбейтетін болсақ 7-де 85 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр секунд болады екен. Так, жауап оқушылар бізде д нұсқасында тұр екен. Келесі нөмірі 10-шы тапсырма. Максимал жылдамдығын анықта деген тағы да v макс белгісіз. v макстың формуласын ұмытпасаңыз болды. X макс көбейтілген омега. X макс дегеніміз мынау 2, омега дегеніміз мынау 2π бөлінген 5. Яғни былайша айтқан кезде т-дан бөлек нәрселер. Өйткені оқушылар омега т деп тұрады ғой. Омега неге тең бізде? 2π т бөлінген 5-ке тең болып тұрды қазір. Демек мына жерден т мен т-ны алып тастасақ, омега бізде оқушылар 2π бөлінген 5-тің өзіне тең. Яғни сандық ақпараттарының өзі ғана керек деген сөз ғой. Демек x макс бізде 2-ке тең, ал омега болса 2π бөлінген 5-ке тең. Жауапқа бір қарап жерсек, оқушылар жауап пимен тұр екен. Демек 2 4π бөлінген 5 деген жауап бар ма? Әрине с нұсқасында тұр екен. Метр секунд дұрыс деген сөз. Келесі, осынша уақыттағы жылдамдықты тап деп жатыр. Демек оқушылар бұл жерде уже жылдамдықтың теңдеуін табу керек. Жылдамдықтың теңдеуі алдына v макс түседі. Синус тұрса мына косинус кетеді. Косинус пи т деп жазыласыз. Болды. v макс тауып алу керек просто. Не, жылдамдықтың теңдеуі x-тің теңдеуіне синус болса, оныкі косинус бола салады. Косинус болса синус бола, минус синус бола салады деген секілді. Яғни мына жерде синус тұрғандықтан біз жылдамдықтың косинуспен жаздық. v максты тауып алайық. Ол x макс пен омеганың көбейтіндісіне тең. Демек 2 мен пидің көбейтіндісіне тең деген сөз. 2π деп тұра берсін, пока ашпай ақ қояйық. Сонда v тең 2π косинус пи т деген сөз. Енді біз не істейміз? 0,5 секунд, яғни т-ның орнына 0,5-ті қоямыз деген сөз. 2π көбейтілген косинус пи көбейтілген 0,5. Косинусты 0,5, яғни пиді 0,5-ке көбейтсек, оқушылар 180 градус ретінде қарастырамыз енді, өйткені ол косинустың ішінде тұр. 180-ді 0,5-ке көбейтсек 90 шығады, косинус 90 градустағы мәні ол бізде неге тең? Әрине 0-ге тең. Демек 2π-ді 0-ге көбейтсек, оны есептің жауабы не қылып жүреді? 0 қылып жүреді. Өйткені косинус 90 градустың мәні 0-ге тең еді. Демек оқушылар А жауабы дұрыс деген сөз. Келесі, оқушылар гармоникалық тербелісте енді үдеу деген дүние. Үдеу деген дүниеде оқушылар қараңыздар, үдеу а макс ол а көбейтілген омега квадрат дедік. Яғни а макс x макс көбейтілген омега квадратқа тең. Немесе а макс v макс көбейтілген омегаға тең. Түсінікті ғой енді. Ол не үшін екен? Өйткені v-ның теңдеуі v макс синус омега т болса, v-ның туындысы бізге а-ны береді деген едік қой. Демек мына омега v максқа көбейтіліп келеді деген сөз. v макс омега и уже косинус омега т деп жаза бересіздер. Демек мына тұрған екеуі бізге оқушылар а максты береді деген сөз. Демек а макстың оқушылар екі түрлі формуласы бар. Ситуацияға байланысты біз қайсысын қолданатынымызды өзіміз түсінуіміз керек. Так, мысалға 12-ші тапсырмада оқушылар x-ің теңдеуі берілген. Демек үдеудің амплитудасын тап десе а максты x макс көбейтілген омега квадрат керек деген сөз. Болды. Демек x макс бізде 0,25 көбейтілген омега квадрат деген 2-ның квадраты. Омега бізде оқушылар 2-ке тең. X макс бізде 0,25-ке тең. Так, 0,25-ті 2-ның квадратына көбейтеміз. 2-ның квадраты 4, 4-ті 0,25-ке көбейтсек, әрине бізде 1 метр секунд квадрат шығады. Д жауабы дұрыс деген сөз. Келесі есепте оқушылар v-ның теңдеуі берілген.
а максты тап десе, ондай жағдайда v max көбейтілген омега дей саламыз. Вот, осы нәрсе ғой. Так, сонда v max дегеніміз 3, омега дегеніміз 3, үш жердегі үшім нешеге тең деген әңгіме ғой сонда. 9 метр секунд квадрат деген д жауабы дұрыс деген сөз. Келесі есепте бізде оқушылар үдеудің амплитудасы модулін сұрап жатыр. Тербеліс амплитудасы 5 сантиметр дейді. Демек x max бізде оқушылар 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр деп берген. Жауапта байқасаңыздар 10-ның минус 2 деп тұр барлығында ше. Сондықтан да сантиметрді 10-ның минус 2 деп ашқан дұрыс екен. Так, периоды 4 секунд дейді. Бағана бір есепке ұқсайтын ше. Омеганы тауып алдық қой біз өткен сол кезде. А максты табу үшін x max пен омега квадрат керек болса, демек бізге оқушылар омеганы тауып алу керек деген сөз. Так, омега дегеніміз оқушылар бізде 2π бөлінген т-ға тең. Мына формуланы оқушылар қайта айтқан едім, жаттап алу керек деп көрдіңіздер ме? Өте көп кездеседі. Так, сонда 2π-ді 4-ке бөлеміз. 2 мен 4 қысқарып астында 2 қалады, π бөлінген 2 қалады деген сөз. Енді омега бар, формулаға қоямыз. Жауапқа бір қарап қойсаңыз, оқушылар жауап пилерді не істемеген, ашпаған екен. Давайте бізде пиді соңында бір ашамыз. 5 көбейтілген 10-ның минус 2-ні көбейтеміз омега квадратқа, яғни π бөлінген 2-ның квадраты π квадрат бөлінген 4 болып кетеді. Так, сонда 5π квадрат бөлінген 4 көбейтілген 10-ның минус 2 деп соңына жазып жіберсек болады ше, 10-ның минус 2 дәрежесін. Ондай жауап бар ма бізде? Әрине мына с жауабы келеді, 5π квадрат бөлінген 4 деген. Так, д келмейді, в келмейді, а жауабы келмейді екен. Нөмірі 15-ші тапсырма құрметті оқушылар келесі. Енді осындай уақыт өткеннен кейін үдеудің мәнін тап деп жатыр. Демек оқушылар бізге үдеудің формуласы керек деген сөз. Үдеудің теңдеуі қандай? Ол x-тің 2 рет туындысына тең ғой. Демек оқушылар мына жерге x max көбейтілген омега квадрат жазылады, яғни а макстың орнына. Сосын қайтадан синусқа қайтып келеді. Бірақ синустың туындысы косинус, косинустың туындысы минус синус болғаннан кейін яққа біз минус жазып қояйық. Синус 2π т болып келеді деген сөз сонда. Енді осыны оқушылар әдемілеп жазамыз. X max пен омега квадраттың көбейтіндісі, яғни 4 пен 2π-дің квадратын көбейтеміз деген сөз. Минус 4 көбейтілген 2π-дің квадраты синус 2π т тең болады. Минус 4 көбейтілген 2π-дің квадраты 4π квадрат көбейтілген синус 2π т. Синус 2π т. Т-ның орнына бірақ енді осы 0,5 секундты қойып жіберейік. Т тең 0,5 секунд деген уақыттағын сұрап жатыр ғой. 0,5 секундты қойып жіберсек не болады? Так, мұнда секундты жазбай ақ қойсақ болады. 2-ні 0,5-ке көбейтсек 1 қалады. 1π. Синус 1π-де неге тең? Синус 1π-де ол 0-ге тең. Яғни жауаптың барлығын 0 қылып жүреді деген сөз ғой. Мына жаққа сонда жазбай ақ қойсақ та болады екен. Бітті. Демек оқушылар, мына жердегі затты соңында тапсақ та болады ше. Синустың мәні не болып кетеді екен? Вот сол нәрсе бізге қызық болып тұр ше. Үдеудің теңдеуі оқушылар, демек x-ның теңдеуі секілді тоже синуспен жазылады. Жылдамдықтағы косинусқа айналып кетеді ше. Вот сол нәрсені түсінсеңіз болғаны. Нөмір 16-шы тапсырма енді. Так, толық энергияны сұрап жатыр мына жерде оқушылар, және күштің ең үлкен мәнін сұрап жатыр. Күштің ең үлкен мәні деген сөз оқушылар, ол яғни F тең ma ғой негізі. Осы жерде мынау a maxты сұрап жатыр деген сөз ғой. Күштің максимум мәнін сұраса, демек a максимумды қолданамыз деген сөз. Демек бізге оқушылар ең алдымен а максимум мәнін тауып алу керек. Өйткені бізде масса бар. Масса бізде оқушылар 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Немесе 10-ның минус 2 дәрежесі деп жазсақ та болады. Немесе осылайдан тұра берсін. Өйткені жауаптарға қарасақ, миллиньютон, миллиньютон деп тұр екен. 10-ның минус 3 как раз миллиге тең емес, сондықтан оған тиіспей қояйық. Так, бізге а максимум тауып алу керек. Ол дегеніміз, так, x max көбейтілген омега квадрат болады ол міндетті түрде. V max сияқты емес, ол жерде уже омеганың квадраты бар. Так, x max дегеніміз 0,05 көбейтілген омега квадрат деп отырғанымыз 0,6-ның квадраты. Сонда бізде не шығады? 0,05 мен 5 көбейтілген 10-ның минус 2 деп алайын. Көбейтілген 0,6-ның квадраты 0,36 болып кетеді. 0,36-ны 5-ке көбейтетін болсақ, так, бізде шығады 1,8 көбейтілген, сонда 10-ның минус 2 деген сөз. Енді f тең ma-ға саламыз. F тең ma болатын болса, массамыз 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Ал мынау болса бізде 1,8 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Так, 1,8-ді 10-ға көбейтсек 18. 18-ді 10-ның минус 2 дәрежесіне көбейтсек 0,18 шығады. Мен 10-ның минус 3-ке әдейі тиіспей тұрмын, өйткені оқушылар миллиньютон ретінде қалсын деп тұрмын да. Демек, мынау 10-ды 1,8-ге көбейттім, 18 шықты. 18-ді 10-ның минус 2 дәрежесіне көбейттім, 0,18 шықты. 0,18 миллиньютон деген жауап бізде
С мен Д да бар. Так, А, В жауаптарын үшіп тастаймыз. Енді осылар толық энергияны табамыз. Толық энергия деп отырғанымыз, так, массасы бар болса, демек осылар оны mv квадрат бөлінген 2 мен тапсақ болмай ма? Просто мына жерге v максты қойып жіберсек, как раз толық энергияны бермей ма? Өйткені жылдамдығымыз максимум болса, демек қалғандары, яғни x ана жақтан 0 болып жатыр деген сөз ғой. Жылдамдықтың максимум кезінде кинетикалықтың максимум энергиясын береді. Кинетикалық максимум энергия болса, толық энергияға тең. Бітті. Демек mv квадрат бөлінген 2 мен таба аламыз деген сөз. 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген v макстың квадраты. Оны да тауып алу керек екен ғой. v макстың мәні қандайға тең? X макс көбейтілген омегаға тең. Демек 0,05-тің көбейтіндісі 0,6-ға деген сөз. Так, 6 бесім 30. 30 көбейтілген 10-ның минус 3 дей салайыншы, өйткені үтірден кейін 2 сан тұр, 1 сан тұр. Демек общий минус 3 деп жазам, ол үтірден кейін 3 сан тұрғандығын белгісі. Так, 30 көбейтілген 10-ның минус 3 деп не енді жазсам болады. 30 көбейтілген 10-ның минус 3-ті соңында бөлеміз 2-ке. Так, 30-дың 10-ға көбейтіндісі бізге ұқсар нешені береді? Мына жерде еще v-ның квадраты бар ғой. 30 көбейтілген 10-ның минус 3 квадраттаймыз деген сөз. Так, сонда 10 көбейтілген 10-ның минус 3 көбейтілген 30-дың квадраты 900 көбейтілген 10-ның минус 6 бөлеміз 2-ке. Так, 1, 2, 3 нөлді 10-ның минус 3-пен қысқартайық. 9-ды 2-ке бөлсек 4,5, 10-ның минус 6 дәрежесі, ол бізде микро деген сөз. 4,5 микроджоуль деген жауап бізде оқушылардың нұсқасында тұр екен. Келесі оқушылар бізде нөмір 17-ші тапсырма. Так, қозғалыс теңдеуін сұраған екен. Бастапқы фазасы пи бөлінген неше деп аламыз? 60 градус дегеніміз. Ол бізде оқушылар әрине пи бөлінген 3. 183-ке бөлсек 60 градус шығады. Бұл бізде оқушылар фи 0-ге тең. Қозғалыс теңдеуін жаз деген екен. Қозғалыс теңдеуі бізде қалай жазылады? X тең x макс, барлығы синус деп берілген, проблема жоқ демек. Синус омега т плюс фи 0 деп жазылады. Әрқайсысын өзінің орнына қоямыз ғой, просто x макс есепте берілген болса, орнына қоя саламыз. Омега берілсе, орнына қоя саламыз деген сияқты. Мысалға, мына жерде период берілген, т тең 2 секунд деп. Омеганы тауып алуға болады деген сөз. 2π бөлінген т деп ше. 2π бөлінген 2 тең болады, сонда мына жақта қысқарып пи қалады деген сөз. Так, пи деген жауап, мына жерде омеганың орнында пи тұрғандар, ол бізде а мен д, демек в мен с-ны өшіріп тастаймыз. Ал бастапқы фазаның орнына 60 градус пи бөлінген 3, пи бөлінген 3, пи бөлінген 3, пи бөлінген 3, барлығында сондай екен. Демек, ешқайсы пока өшпейді. Енді бізге оқушылар а мен д-да разница не деп тұр? 0,02, мынада 0,04. Екеуінің сол жерде, яғни x максты табуымыз керек деген сөз. Толық энергиясы берілген ғой, сол үшін бізге. Толық энергиясы, ол бізге не деп берілген? 3 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі деп берілген. Джоульмен. Максимал күші берілген ғой, F максимум. Так, ол бізде оқушылар 1,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі ньютон деп берілген. Енді толық энергиясы оқушылар бізде енді kx квадрат бөлінген 2 деп жазатын болсақ, өйткені бізге x макс керек қой. Как раз x макс болмай ма ол жерде, өйткені толық энергиясы кезінде максимум мәні керек міндетті түрде. Ал енді оқушылар бұл жерде бізге f неғып берілген десеңіздер, мына жерде kx көбейтілген x бөлінген 2 деп ашсақ болмай ма? Осы жерде k мен x-тің көбейтіндісі нені береді? Ол әрине бізге f-ті береді. Демек, мынаның орнына f-ті қойсақ болады деген сөз. Демек, толық энергиямыз тең болады fx бөлінген 2-ке. Как раз бізге оқушылар күштің мәнін максимум мәні деп айтқан өздері. Демек, ол максимум мәні деген сөз x максты қолданып жатыр деген сөз ғой. Так, осы жерден бізге оқушылар x максты табу керек. Так, сонда x макс тең болады 2 e-ге көбейтіледі толық энергияға, және де f максимум мәні ол астына бөлінеді деген сөз. Демек, 2-ні көбейтеміз 3 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесіне, астына бөлеміз 1,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіне. 3-ті 1,5-ға бөлсек 2 шығады, 2 жерде 2 4 шығады. 10-ның минус 5, 10-ның минус 3, екеуінен 10-ның минус 2 дәрежесі алады. 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дегеніміз 0,04 метр деген сөз ғой. Сонда оқушылар бізде А жауабы дұрыс болады екен. Өте осындай керемет есебі. Так, Д бізде болмайды деген сөз. Келесі бізде оқушылар резонанс. Резонанс дегеніміз не? Мен оқушылар сіздерге дәл қазір бір оқиғаны айтып берейін. Сол оқиға арқылы резонансты сіздер естеңіздер, еске сақтап алыңыздар. Резонанс дегеніміз ол мысалы мынадай оқиға болған екен. Францияда әскерлер қай жерде болмасын шагаттап жүретін ғой, яғни армиядағылар раз, два деп не істейді, шагаттап жүреді ғой. Сәйкесінше сөйтіп жүргеннен кейін олар не істейді, енді кез келген жерде осылар қопарып жібере жаздайды былайша кезде. Енді көпірдің үстінде жүретін болған ғой сөйтіп. Көпірдің үстінде олар шагаттап жүргеннен кейін көпірді не істейді, толқынға түсіреді. Толқынға түскен көпір не істейді, серпіліп, соңында тіпті құлайды ол былайша кезде.
тозуына, оның құлауына алып келеді екен. Демек, резонанс құбылысы оқушылар жаңағы адамдардың жиілігін өзінің жиілігіне не істеді, көпір қабылдап алды. Толқынның периодын ше, соның несін қабылдап алғаннан кейін екеуі біріне бірдей болған кезінде не істейді, амплитудасы артып кетеді да, сөйтіп жаңағы көпір құлайды екен. Демек, резонанс дегеніміз біреудің жиілігін екінші біреу қабылдап алып екеуінің тең болған кезінде болатын құбылыс екен. Яғни сыртқы мәжбүрлеуші күштің жиілігі тербелмелі жүйенің меншікті жиілігіне жақындағанда немесе тең болғанда оның амплитудасының кенеттен арту құбылысын резонанс деп атайды екенбіз. Мына жерде оқушылар сонда С жауабы дұрыс деген сөз. Келесі сұраққа қараңыздар. Енді оқушылар сыртқы ню жүйеге әсер ететін сыртқы күштер жиілігі болса, ал ішкі жүйенің жиілігі ню 0 болса, онда резонанс шарты қандай? Әрине, екеуі бір-біріне тең болған кезде орындалады екен. Яғни сыртқы жиілік, сыртқы күштердің жиілігі, мысалы жел соғып тұр, ол үйді егер қозғайтын болса, қатты қозғап жүретін болса, мысалы дәу зданияны елестетіңіз, онда не істейді, екеуі тең есетін болса, сол кезде амплитудасы артып кетеді да, үйді құлатуы мүмкін ше. Енді құламауы да мүмкін, бірақ амплитудасы артып кетеді бастысы, екеуінің жиілігі тең болған кезде. Сыртқы желіміз оқушылар қатты зданияға әсер етпесе, оның жиілігі зданияның тербеліс жиілігіне тең болмаса, онда резонанс болмайды екен. Резонанс болу үшін сыртқы жиілікпен жаңағы меншікті жиілігі теңесіп қалатын кезде болады екен. Демек, оқушылар жаңағы Францияда сонда заң қабылдаған ғой, әскерлер көпірден өткен кезде кәдімгі емін еркін жүре берсін дегенше, яғни шағаттап жүрмей ақ қойсын, яғни қадам басып жүрмей ақ қойсын, раз два дейді оны, солайынан жүрмей ақ қойсын, кәдімгі қарапайым жүріспен жүрсін деген бұйрық шыққан екен. Келесі бізде оқушылар соңғы тапсырма, нөмір 20-шы тапсырмадан не сұрап жатыр екен. Графикте тербеліс амплитудасының жиілікке тәуелділігі көрсетілген екен. Так, мінекей мына жақта жиілік нью герцпен тұр, мына жақта амплитудасы а сантиметрмен дейді. Резонанстық жиіліктің амплитудасы 0,5 герц кезіндегі амплитудаға қатынасы қандай дейді. Резонанстық жиілік деп отырғанымыз оқушылар міне максимум болып кеткен кезі ғой, яғни 1 герц кезінде ол 10 сантиметр болып кетті. Демек, амплитудасы оқушылар бізде 10 сантиметр деген сөз. Қай кезде? 1 герц кезінде. Так, ал 0,5 герц кезіндегі дейді. 0,5 герц кезінде ол қаншаға тең? 2-ке тең ғой. Так, демек 2 сантиметр 0,5 герц кезінде. Осының қатынасын сұрап жатыр оқушылар бізге. Яғни амплитудалық мәнінің 10 сантиметрдің 2-ке қатынасын сұрап жатыр. Так, 10 сантиметрдің 2 сантиметрге қатынасы, сантиметрлер қысқарады, 10-ды 2-ке бөлсек, бізде оқушылар 5 шығады деген сөз. Сонда С жауабы дұрыс деген сөз. Осымен сабағымыз бітті оқушылар. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңыздар.